тұғырына бекітіледі. Автокөліктің тұғырына бекітіледі және арнаулы стремянкілер мен автокөліктердің белдіктеріне бекітіледі. Яғни серіппелі аспалар автокөліктің белдіктері мен автокөліктің тұғырының арасындағы негізгі байланысты жүргізетін осы құрылғы болып табылады. Серіппелі аспалар жүріс көзінде пайда болған тербелістерді қабылдап алады да, ол тербеліс тоқтаған уақытта оны кейін қарай қайтарып береді. Яғни бұлардан басқа жұмсартқыш элементтер деректі амортизаторлар деп атаймыз. Бұл жүріс кезінде пайда болған кинетикалық энергияны қабылдап алып, жылу энергиясына айналдырып, оны ауаға таратып жібереді. Яғни жүріс көзінде автокөліктің бойында жер мен дөңгелектің арасында тербеліс пайда болғанда, оны жұмсартқыш элементтер мен серіппелі элементтер қабылдап алады. Сөйтіп жүрістің жылдамдығын жұмсартуын қабылдайды, жұмсартуын әсер етеді. Ал ол жұмсарту дегеніміз автокөліктің жүрісі мен оның өнімділігіне тікелей әсер ететін факторлар болып табылады. Енді амортизаторлардың құрылысы жөнінде біз арнайы теориялық сабақтарда күрделірек қылып айтып бергенбіз, сондықтан оны бұл жерде қайталамаймыз. Амортизаторлардың бір негізгі қорабы, оның мына жерде енді жүк автокөліктерінде керісінше негізгі қорабы тұғырына бекітілген, яғни рамасына, ал оның ішкі штогы белдікке бекітілген. Ал көп автокөліктерде, мысалы жеңіл автокөліктерде керісінше негізгі қорабы автокөліктің белдігіне бекітіледі, оның ішінен шығатын штог ол автокөліктің рамасына бекітіледі. Сөйтіп ол энергияны қабылдап алады да, оны жұмсартып, яғни автокөліктің тербелісін жеңілдетеді. Енді өткенде де айтып өттік, автокөліктің тұғыры, яғни рамасы жөнінде, рамасы тұтас профильді элементтен құралады. Оған трансмиссияның, яғни шассидің барлық тораптары мен қозғалтқыш және кабина бекітілетін негізгі элемент болып табылады. Сонымен бірге оған бірнеше қосымша кронштейндер бекітілген. Ол қосымша кронштейнге жаңағы айтқан аспалар, жұмсартқыш, амортизаторлар, тағы басқа элементтер, автокөліктің кабинасы, қозғалтқышы, багы, аккумулятор, тағы басқа көптеген тораптар осы тұғырдың бойына бекітіледі. Енді автокөліктің серіппелері сонымен бірге қозғалтқышта пайда болған айналдыру моментін автокөліктің рамасы арқылы қабылдап алып, оны жүріс доңғалақтарына беріп, автокөліктің яғни қозғалысын тікелей қамтамасыз етуші элементтер болып табылады. Аспалардың өзі екі түрге бөлінеді. Олар яғни біріне-бірі байланысты аспалар және біріне-бірі байланыссыз аспалар. Яғни байланыссыз аспалар дегеніміз жүріс дөңгелектерінің жол бетімен пайда болған өзгерісін, бір жағында пайда болған өзгерісін екінші жағына беріп отырады. Сондықтан ол біріне-бірі байланысты аспалар деп аталады. Ал байланыссыз аспалар кезінде бір доңғалағында пайда болған өзгерістер, жүріс өзгерістері екінші доңғалағына берілмейді. Ондай аспалар көбінесе жеңіл автокөліктерде қолданылады. Ал жүк автокөліктерінде негізінде осы бірінші айтылған аспалар қолданылады. Енді бұлардан басқа амортизатордың жалпы құрылысы мынау. Оның қорабы және штогы. Оның ішінде қайтарма клапандар болады, жіберу клапандары болады, ішіне негізінен сұйық құйылады, энергияны қабылдап алатын сол сұйық, ол бір бөлігін амортизатордың екінші бөлігіне өту арқылы, яғни жүрісті жұмсартады, қызметін атқарады. Ал мына жеке түрде алатын болсақ, мына серіппелі аспаның бір серіппелі жолағының құрылысы мынадай, яғни орталық болт арқылы орталықтан бекітіледі және стремянка арқылы автокөліктің белдігіне бекітіледі. Оған мінекей басқару механизмінің ұзына бойғы және көлденең тягілері, яғни тартқыштары бекітіледі. Енді автокөліктердің доңғалағы жөнінде қысқаша айтып өтейік. Автокөліктердің доңғалағы негізінен автокөліктің салмағын қабылдап алу, оның жер бетіне беретін доңғалақ. Сонымен бірге автокөліктің доңғалағы белдіктің, жетекші белдіктердің және жетектелуші белдіктердің ступицасында арнау шпилькілер арқылы бекітіледі де, яғни автокөліктің трансмиссиясында пайда болған айналу моментін жермен әсерлесу арқылы
қозғалысқа келтіріп, яғни автокөлікті тікелей қозғалысқа келтіретін осы автокөліктің доңғалағы болып табылады. Автокөліктің доңғалағы оның дискісінен, құрсаулардан, енді мына жеңіл автокөліктер көбінесе құрсау болмайды. Сосын резина шиналардан тұрады. Шинаның өзі камералы және камерасыз болып бөлінеді. Ол арнайы технологиямен дайындалған резина материал, яғни бұның ішінде белгілі бір ауа қысымы болады. Оның ауа қысымының реттелуі өте қатты қадағаланады. Ауа қысымы егер заводтық белгіленген нормадан артық болса, ол автокөліктің жүрісіне әсер етеді. Яғни осы ауаның қысымы автокөліктің жүріс жылдамдығы мен оның жұмсақтығына және сонымен бірге жанармай шығынына тікелей әсер ететін фактордың бірі болып табылады. Сондықтан қандай автокөлікте болса, оның заводтық нормадағы қысымының сақталуын қамтамасыз етуге тиіспіз. Қосырланған доңғалақты автокөліктерде ауа қысымының бірдей болуы, жалпы автокөліктердің алдыңғы және артқы доңғалақтарында ауа қысымының заводтық нормаларға сәйкес келуі өте қатты қадағаланады. Ол ауа қысымының әртүрлі болуы жаңағыдай жанармай шығынының және оның мерзімінен бұрын тозуына әкеліп соқтыратын факторлардың бірі болып есептеледі. Міне автокөліктердің жалпы жүріс бөлігінің кейбір элементтері жөнінде және доңғалақтар жөнінде қысқаша айтатынымыз осы. Рахмет, сау болыңыздар.